Сәлем досым, видеоға қош келдің. Бастамай тұрып, маған каналыма тіркел. Кеттік. Бүгін біз достар аномалияны табатын боламыз. Яғни біз ауруханадан ночной, түнгі сменде боламыз. Түнгі сменде келген ауру адамдарды емдейміз. Наңыраңызды достар, кофе бар екен. Кофе ішіп алмадық па? Привет, я Ренуан. Кажется, бізге клиент келген сияқты достар. Клиентімізге кофені тастайық. Так, пациентіміз келді. Так, тексерейік құжаттарын. Так, суретке түсірейік. Так, шықты. Так, суретін қара жерік тексер. Бәрі жақсы. Суреті де нормально. Қазір енді регистрация жасаймыз, сосын қағазды шығарып өзіміз бөлмесіне барады. Міне қазір қағазын береміз, палатасына барады достар. Енді бірінші палатаға кетті достар. Так, басқан бұл жерде не бар екен? Жақсы клиентіміздің артынан ерейік достар. Клиентіміз қалай емдейміз, қалай анализдер жасаймыз. Анализін жасап, кәдімгідей дәрісін беріп, не қыламыз, қазір тексерейік. Қан алдық, қазір қанын мына жерге қоямыз. Анализ жасаймыз қазір. Сосын анализ компьютерге шығады, компьютерден қараймыз, қандай ауру бар екен. Так. Не ал дейді? Қазір қарайық, күте тұрыңыздар. Іш ауру дейді. Іш ауру. Бұл қалай емдейміз іш ауру? Так. Іш ауру. Мына жерде дәрілер жоқ қой. Қалай емдейміз іш ауру? Так. Сыртты көріп қарау керек еді негізі. Мынау дәрі ме екен, мынау не? Дәрі қара. Мынау телевизорда бірдеңе тұр. Дәрі керек, дәрі. Достар, дәрі табу керек. Қай жерде дәрі бар? Іш ауру дейді. Сыртты шығып қараш. Яғни полкіде тұрғандар емес. Мына дәріні көрейікші. Әсер етемек. Ой, пациентіміз өліп қалды достар. Құтқара алмадық. Бірақ ешіне етпіз, барып басқасын. Басқа да пациенттеріміз бар ғой. Біреу ешіне етпіз. Адам келіп тұр екен, қазір қарайық. Тексерейік, құжаттарын суретке түсірейік. Так, регистрация жасатайық. Так. Палатаның нөмірі кетті. Екінші комнатаға барады екен достар. Екінші палата. Қазір кофемізді шолу керек еді негізі достар. Мына жерде камера неге қосылмай тұр екен? Камераға да бару керек. Так. Пациентіміздің артынан ердік достар. Пациентімізді тексерейік енді құрсын. Қан алдық енді, қанды алып мына жерге анализ жасаймыз. Анализ болғасын компьютерге не ауру екені шығатын болады. Жатсаң қараш. Так. Көзге тамызатын маз керек. Капельница. Кеттік. Дұрыс екен. Табылды, енді кеттік. Так, енді қарайық достар. Болды. Пациентіміз жазылды, енді кете берсе де болады екен. Так,
Енді басқа да комменттерімізді қарайық. Доктор Харло бірдеңе айтып отыр бізге, дәрігер Харло. Короче, осы жерде аномалия, странный зат көрсең камера қосып кетеміз дейді. Жалюзді де қосып кетеді екен, достарына қараңыздар. Осыны қосып кеткен кезде біз тексереміз уже. Бізге, короче, 3 клиент па келу керек, пациент па. Есігімізді жауып қойға, то қорқышты болады қазір. Так, енді тексереміз. 3 пациент келеді екен, достар. Камера қосылып кеткен, қосып кетті мана дәрігер халық. Так. Достар, қараңыздар. Мана қорқынышты ғой тұр. Көзі жоқ па не пәле. Ай, құрсыншы. Клиентімізді көрейік. Так, пациент болып жазылғым келеді дейді. Так, камераға қараңыз. Қазір камерада тек сол терезені алып тұрған. Пациент қалай жіберсем екен, қараңыз достар. Басын қимылдатып отыр ол. Пациент емес, аномалия сияқты, достар. Қалай ойлайсыздар? Қай жерге не қылсақ болады екен? Так, суретке түсірдік. Суретін тексеріп. Суреті нормально. Так, жалю жабылмай тұр. Сташты жалю жабылмай тұр. Қалай жапса болады екен? Или өткізіп жібере берейін бе, достар, қалай ойлайсыздар? Кете берсін бе? Кетсінші. Атынан қазір терезені сындырады. Сындыруға сәл қалды. Одан да жалюзді жабайық. Пациент кете берсін. Бірінші комнатаға дейді. Ой, қазір затымыз сынай деп тұр. Жалюзді жабайықшы. Қорқыныш деген негізде түнгі достарына қараңыздар. Түнгі сменде біз жалғыз қалып қойдық. Неге мана дәрігер Харло келген кезде осылар шықпайды, түсінбеймін. Сол кезде шыққанда ол көретін еді, мына жер қауіпті екенін. Так, біздің тағы бір клиентіміз келе жатыр. Лукас Браун, сәлем дейді. Мен пациент болып тіркелгім келеді. Жақсы қазір тіркейміз, суретке түсіреміз. Суретіңіз қандай? Ой, урод екен. Жақсы тіркейміз қазір сізді. Сосын принтерден шығарып, қағазыңыз қолға ұстатамын. Так, болды, бара берсеңіз болады. Рахмет, мен екінші комнатта барам. Бара бер, қосын не алдайды өзі. Так, камераны тексерек. Тағы бір клиент кеткен сияқты ғой мынау. Мына бұға әлі отыр ғой мына адам. Не күтіп отыр екен? Мен пациент болып тіркегім келеді. Қазір тіркейміз. Так, қағазыңызды түсірейік. Сосын сен суретіңді көрейік. Так, сурет жақсы. Суретін айт. Енді тіркейміз. Принтерден шығарамыз. Әне. Енді кете өсем болады. До свидания. Достар. Анау талып қалды, пациентіміз талып қалды. Первый помощь жасайық. Кеттік. Комнатасына апарайық. Мына болмайды ғой мынау. 46 секунд қазір пациентіміз өледі. Жоқ жердің талып қалған несі? Түсінбеймін. Мына есікті қалай жатыр? Ой, бұл тез жатқызайық. Так, жатқыздық достар. Қанын алып анализ жасайық срочно. Жоқ жерден талып қалған емес. Адамның басы проблема. Кеттік енді. Так, ес чопсерші қазір бір келіп тұрар. Результатын қарайық. Так. Бас ауру дейді. Бас ауру болсын, онда басын салқын тиген шығар.
қазір дәрі іздейік. Жасыл дәрі қайда, жасыл дәрі? Міне жасыл дәрі достар. Мана бірінші өлтірген адамның дәрісін беру керек екен. Қазір бір қарап келейінші, қандай дәрі еді? Жасыл дәрі екен. Мына жасылдың біреуін аламыз қазір. Барып емдейміз. Болды достар, жазылды. Кете берсін енді. Достар, каналға тіркелейікші. 100 подписчикке жеткізейікші. Но болмайды ғой, но болмай кетті достар. Так, басқа не істейміз енді? Бір қорқыныш саттан кейін вообще қорқыныш сат шыққан жоқ достар. Қалай ойлайсыздар? Мынау не сұмдық енді? Құрсын мен комментіме барып ұйқым келіп кетті. Мен кофе ма бірдеңе ішу керек. Манаға оңбағын үй терезені сындырып кеткен ғой. Так, кофемізді ішейікші. Әлі 2 клиентіміз бар екен достар. Оны ойнауға мен интернетім әлі бітеді, скоро бітеді сияқты. Короче, достар, каналға тіркелейік, жалғасын түсірем. Так что до конца қарап, просмотр көп жинап не қылайық достар. Но болмай кетті. Подписчикті 100-ге дейін жеткізейікші. Яма 100-ге дейін ойнап. Мен ұрғашы қазақты сериалда түсіретін болым әлі қайда. Сендер оған дейін тіркеліңдер. Біз оған дейін 100 подписчикке жеткізейік. Так, мына кісі неге келмеді? Бұға кісі, сіз неге пациент болып келмейсіз? Мен естеймін, пациент болып отырмаймын ба осы жерде?